Hello everybody, I'm Туганбекова Асем Сержановна. Good day peoples. Today is our new theme, number games. Learn objectives. You will repeat numbers in English from 0 to 10. How are you today? Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз number games, яғни сандар ойыны. So peoples, today you have new words. Listen and repeat. Open your copybook and write down new words. Оқушылар, бүгін бізде жаңа сөздер бар. Тыңдаймыз және қайталаймыз. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, minus азайту, plus қосу, equal тең. So pupils, let's watch the video. Балалар, 100-ге дейін санап үйренейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Halfway there. Here we go. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! We did it! Did it! We did it! So pupils, let's do exercise. Task number 1, write numbers. Оқушылар, ендеше тапсырма орындайық. Бұл тапсырмада оқушылар сіздерге сандар берілген. Сол сандарды сіздер жазбаша және қасына сызықша қою арқылы жазасыз. For example, 70. Мысалы, 70 қасына сан жазамыз, 7 санын. Okay, next task, choose the missing math vocabulary to complete these simple problems. Оқушылар, бұл жерде сіздерге 5 сұрақ берілген, азайту немесе қосу белгісінің біреуін жазу керек. Мысалы, 10 equals 20. 10 тең болады 20. Бұл жерде біз plus белгісін қоямыз. Екінші, 5 is 0. 5 тең болады 0. Бұл жерде біз minus белгісін қоямыз. Үшінші, 2, 1 equals 1. 2, 1 тең болады 1. Next, 6, 10 equals 16. 20 is 40. 20 plus 20 is 40. Окей, балалар, тапсырманы біз дәптерге орындаймыз. Our lesson is over. Goodbye. Thank you for your attention.